күйеуімді өлтіруге дейін барғанмын. Мен декретте отырған кезде дәл сіздер сияқты состояниеде болғам. Үйдің тірлігі, таңертең 2 сиыр сауамын, тандырған нан жабамын, күбі пісемін, одан қалса 2 бала шағам бар. Мен дәл сондай состояние болып тіпті күйеуімді өлтіруге дейін барғанмын. Енемнің күнделікті айтатын сөздері, енемнің мені ұрғаны, күйеуімнің мені ұрғаны барлығы мен сондай состояниеге жіберді. Түнде ұйықтап жатқан кезде қайнатамның мылтығы үйде тұратын. Сол мылтығын алып, мен уже тойып кеткен, соншалық күйеуім алып, күйеуімнің басын жарайын деп жатқан кезде күйеуім оянып кеткен. Не істеп жатсың деп, сен жын екенсің ғой деп, мені соншалықты сол дәрежеге жеткізді, мен соны жасағым келді. И мен содан кейін барып мен түсіндім, что өзім ғана құтқара алатын, маған енемнің де күйеуінің де маған жаны ашымайтын, мен сол кезде түсіндім. Бірақ ол кезде мен үйде отырғанда мен қолымнан ештеңе келген жоқ. Және сіздерге айтарым, егер де сіз дәл осындай состояниеде болсаңыз, дәл осындай күйде болып жатқан болсаңыз, онда келіңіз, менімен бірге жұмыс жасайық.